Келесі жылдан бастап ауыл халқының табысын арттыруға бағытталған бағдарлама іске қосылады. Яғни жаңа жоба аясында шағын қалалар мен ауыл тұрғындарына жылына 2,5% мөлшерлемемен несие беріледі. Кредит көлемі 5 миллион теңгеден 25 миллион теңгеге дейін барады. Бұл тақырыпты әріптесім Нұрболат Жаңабекұлы толықтыруға дайын. Нұрболат, жеңілдетілген несиеге нақты кімдер қол жеткізе алады? Қомақты қарыз тек кәсіп ашуға ниетті тұрғындарға ғана беріле ме? Қайырлы кеш. Асыл жоба ауыл халқының табысын арттыруға бағытталып отырғандықтан несие ірі кооперациялар үшін де, кәсіп ашуға ниетті тұрғындар үшін де қолжетімді болады. Демек, қожалық иелері бұрыннан бар бизнесін кеңейтуге, ал елді мекен халқы кәсіп бастауға мүмкіндік алады. Әрі бұл жобаға ауылдан бөлек шағын қала тұрғындары да қатысады. Жалпы әу баста бұл бағдарлама пилоттық жоба ретінде Жамбыл облысында қолға алынған. Енді міне бүкіл ел аумағын қамтығалы отыр.